Біздің заманымыздың Прометейлері. Фильм Гойл-Ро жоспарының 100 жылдығына орайластырылған. Біздің өмірімізді интернет толығымен қамтып отыр. Күн сайын бүкіл әлем соңғы жаңалықтар, контентті тұтыну, сериалдар мен фильмдерді талқылау үшін желіге шығады. Бірақ электр қуатынсыз мұның ешқайсысы да болмас еді. Үйдегі энергия көзі еліміздің триллиард шамдармен жарықтандырылуы үшін инженерлердің қандай қиындықтарға тап болатындығы туралы ойланатын адамдар некен саяқ. Электр қуатынсыз тыныс алуға болар, бірақ онсыз өмір сүру қиын. Тап осы электр қуаты біздің өмірімізді жеңіл де жарқын етеді. Шоқыларға ұласатын дала мен ормандардың ортасында, Кенді Алтайдың Зырян ауданындағы Березовка өзенінде 1892 жылы еліміздің аумағындағы тұңғыш гидравликалық станция тұрғызылды. Оның энергиясы су төкпе машиналардың, байланыс құралдарының жұмыс істеуі және үй-жайларды жарықтандыру үшін жеткілікті болды. 19 ғасырдың техникалық жаңалықтары көп нәрсені өзгертті. Бірақ дәл 20 ғасыр әлем мен Қазақстанға біздің әрқайсымыздың өмір сүру деңгейімізге әсер еткен нәрсені сыйлады. Большевиктер билікке келгеннен және азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін, сол кезде осылай деп айтқандай, елде саяси және экономикалық бағыттарды теңестіру қажеттілігі туындады. Владимир Ленин ғалымдар мен өндірісшілердің алдына экономиканы көтерудің барлық салаларды, барлық өңірлерді қамтитындай, бірақ мұның басында энергетика тұратындай жоспарын құру міндетін қойды. Әрі іс жүзінде адамдар сауатсыз, ел қирап тозған, озық технологиялар болмаған еді. Бірақ ынта мен минералды ресурстар және қажеттілік зор болды. Олар қиындықты жеңіп, жоспар іске асырыла бастады. Гойл-Ро жоспарында өңірлерді дамытудың бөлінісі болды. Біз ол кезде Түркістан өңіріне жататынбыз. Минералды ресурстардың негізінен қорғаныс өнеркәсібіне қызмет етуі тиіс металлургияға арналған шикізаттың көп болуына және аграрийлердің ет, астық және тағы басқа жеткізудің дамуына орай Қазақстан энергетикасын дамытудың бастауында үздік ақыл ой тартылды. Олар бай кендер болған жерлерде салына бастады. Бұл Зыряновск, Риддер, Өскемен, Ленгер қалалары еді. Ауыл шаруашылығына қатысты бұл Семей мен Ақтөбе қалалары және тағы басқалары болатын. Бүкіл елді электрлендіру жоспары егжей-тегжейлі карталармен және сызбалармен бірге 650 беттен тұратын мәтінді қамтыды. Жоғары вольтты электр беру желілерімен байланысты өнеркәсіптің негізгі объектілерін электр энергиясымен жабдықтау бөлек атап көрсетілді. Ең қызығы, әлемге әйгілі фантаст жазушы Герберт Уэллс халықтың негізгі бөлігі кедей және сауаты аз елде бұл жоспарды жүзеге асыру мүмкіндігіне сенбеді. Сондықтан ол Владимир Ленинді электрлендіру утопиясына ұшыраған адам деп атады. Тіптен Лениннің жақын серіктестерінің арасында Гойл-Ро жоспарына сенімсіздік орын алды. Олардың бірі халық комиссарлар кеңесінің, яғни үкіметтің төрағасы Алексей Рыков электрофикция деген кекесінді сөзді қолданысқа енгізді. Қазақстанның ауылдық аумақтарында электр желілерін дамыту бойынша энергетиктер ерекше жетістікке жетті. 400 мың шақырым электр желілері салынды. Әр ауылда электр энергиясы болды. Тап осы жоспардың іске асырылуы біздің елімізді тарихтың жаңа кезеңіне дайындады. 20 ғасырдың 30 жылдары Қазақ КСР-де электр станцияларының қуаты 12,5 мегаваттқа жетті. Ұлы Отан соғысы басталысымен Қазақстан жеңістің көзіне айналды. Ел басшылығы қысқа мерзім ішінде түсті металдар өндірісін, көмір өндіруді ұлғайту, майдан мен тылды азық-түлікпен қамтамасыз ету міндетін алға қойды. Еңбеккерлер 5 миллион тоннадан астам астық, 700 мың тоннадан астам ет өндірсе, Қызыл армиядағы 10 оқтың 9-ы Қазақстандық қорғасыннан құйылды. Ұлы Отан соғысы жылдарында
Қазақстанда өнеркәсіп пен халықты қамтамасыз ету үшін көптеген электр станциялары салынды. Нәтижесінде олардың жалпы қуаттылығы 382 мегаваттқа дейін немесе 1930 жылмен салыстырғанда 30 есеге өсті. Соғыстан кейінгі келесі 10 жылдықтарды қазіргі индустриялық Қазақстанның бет бейнесіне айналған өнеркәсіп пен орасан зор құрылыстардың бұдан да қарқынды даму кезеңі ретінде сипаттауымызға болады. Особенно Қазақстан энергетикасының әсіресе қарқынды дамуы 60 жылдардың басында басталды. 1962 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің қаулысы шығып, Қазақ КСР энергетика және электрлендіру министрлігі құрылды. Сол кезде министр болып Тимофей Иванович Батуров тағайындалды. Ол сол кезде Алтай энергия жүйесінде жұмыс істеген болатын. Бұл жоғары білікті адам еді. Энергетика өндірісінің үлкен, ірі ұйымдастырушысы болды. Ең бастысы Қазақстанның бірыңғай энергия жүйесі құрылды. Онда энергетика министрлігі энергия жүйелердің барлық қызметін жобалауды, құрылысты, монтаждауды, баптауды, жөндеуді, пайдалануды үйлестіріп отырды. Яғни энергетика министрлігі бүкіл саланы басқару орталығы болды. Бұл дұрыс шешім еді. Сол кезде жаңа отын дизель кешендерінің негізі қаланды. Сірә сіз мұны анық білетін боларсыз. Бұл Екібастұз, Богатырь көмірінің негізінде жұмыс істеген Павлодар Екібастұз отын кешені. Бұл энергетикалық көмір деп аталады. Бұл бірегей құбылыс. Ол тұрмыстық және басқа қажеттіліктерге жарамайды. Бірақ бұл энергия үшін ерекше шикізат. Ол жоғары күлді, жылуды көп ұстайды және бұл жылу электр станциялары үшін қажет. Осы саясаттың арқасында осындай ірі жылу энергетикалық кешендер құрылды. Ірі электр станциялары салынды. Ертісте өздеріңіз білесіздер, Бұқтырма, Өскемен, Шүлбі станциялары. Жамбылда бірегей станция Жамбыл ГРЭСі салынды. Әрине, энергетикадағы осы жетістіктердің барлығы адамдарсыз, дарынды басшыларсыз мүлдем мүмкін болмас еді. Чокин Шафик Чокиновичті атап өткім келеді. Бұл көрнекті ғалым, академик. Ол кезінде Қазақ КСР ғылым академиясының президенті болған. Бұл адам гидроқұрылысшы, гидроэнергетик болатын. Ол тап осы гидроэнергетиканы дамыту үшін көп еңбек сіңірді. Мен Болат Ғазизұлы Нұржановты атап едім. Бұл шын мәнінде жоғары білікті маман, аса сауатты энергетик еді. Екібастұз станцияларының құрылысы аяқталған соңғы жылдары Екібастұз энергияның басшысы болды. Яғни, Екібастұз энерго арнайы энергия жүйесі құрылып, ол басқарушы болып тағайындалды. Ол бұл станцияларды іске қосты. Сонымен бірге, ол бір мезгілде министрдің орынбасары болып тағайындалды. Для обеспечения Қазақстанның Павлодар, Екібастұз, Қарағанды, Жамбыл, Қаратау аймағы секілді қарқынды дамып келе жатқан өнеркәсіптік аймақтарын қамтамасыз ету үшін бірқатар электр станциялары салынды. Бұл Бұқтырма ГЭС, Өскемен ГЭС, Шүлбі ГЭС кіретін Кенді Алтай үшін Ертіс каскадын дамыту. Жамбыл өңірі үшін Жамбыл ГРЭСі, Павлодар өңірі үшін Ақсу ГРЭСі салынды. Сондай-ақ үлкен көмір разрезінің Екібастұз разрезінің жиегінде Екібастұз отын энергетика кешені қарқынды дамыды. Сол кезенде бізде Шевченко, қазіргі Ақтау қаласында атом электр станциясы жұмыс істегенін ерекше атап өту керек. Ол әлемде алғаш рет өзінің энергиясымен электр энергиясын өндіретін және суды тұщыландыратын шапшаң нейтрондарда салынған болатын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елдегі электр энергиясын тұтыну көлемі едәуір қысқарды. Бұл электр энергиясын өндірудің құлдырауына әкелді. Мәселен, 1999 жылға қарай тұтыну 50 миллиард киловатт сағатқа дейін немесе 1990 жылмен салыстырғанда 2 есе төмендеді. Бұл экономиканың және өмір сүру сапасының нашарлағанын көрсетеді. Жаңа болмыста адамдар жарықтың жиі өшуіне,
сумен жабдықтаудағы іркілістерге және үйлер мен пәтерлерде жылудың болмауына бойын үйрете бастады. 1997 жылы Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жүйелік операторы КИГОК құрылды. Мемлекет электр энергетикасы саласын реформалау және Ресей мен Орталық Азияның энергия жүйелерімен қатар жұмыс істейтін орталық диспетчерлік басқармасы бар елдің бірыңғай энергетикалық жүйесін қалыптастыру тұжырымдамасын әзірледі. Бұл электр энергетикасымен жалпы алғанда экономиканың тұрақты даму жолына шығуына мүмкіндік берді. Энергожүйенің негіздері 500 киловатт алғашқы желілер салынған кезде 60 жылдары қаланды. Содан кейін солтүстік аймақтарда электр желілері инфрақұрылымының құрылысы дамыды. 80 жылдары сол кезде бірегей, кернеуі 1.150.000 болатын желі әлемде тұңғыш рет салынды. Ол Қазақстан аумағы арқылы Барнаулдан Челябинскіге өткен болатын. Бізде 3 ірі тораптық шағын станция, Екібастұз, Көкшетау және Қостанай бар. Бұл ретте менің бұл желі сол кезде миллион кернеуде Қазақстанда ғана жұмыс істеді деп айтқым келеді. Бізге Кеңес одағынан еншімізге энергожүйе қалды. Бірақ біздің станцияларымыздағы жабдықтар ескі, кеңестік жабдықтар болды. Сенімділіктің айтарлықтай төмен болғандығы түсінікті. Сондықтан біздің тұтынушыларымыздың сенімділігін арттыру үшін біз өзіміздің шағын станцияларымызда жаңғыртудың 2 кезеңін жасадық. Барлық дерлік шағын станцияларда жаңа жабдықтар орнатылды. Бастапқы және қайталама жабдықтар, байланыс жүйесі, диспетчерлік басқару жүйесі, автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі орнатылды. Мұндай кешенді жаңғырту бағдарламасының посткеңестік кеңістік аумағында біреулердің жасағаны менің есімде жоқ. Қазақстан мұны істей алды. Көптеген бірегей жақсы желілер салынды. Біз Ақтөбе облысын Қазақстанның бірыңғай энергия жүйесімен біріктірдік. Бұдан басқа біз екінші солтүстік-оңтүстік транзитін салдық. Өздеріңіз білесіздер, бізде Қазақстанның оңтүстік аймақтарында энергия тапшы. Қазір бізде энергия жүйесінің сенімділігі, тұрақтылығы бойынша тұтынушылардың барлық қажеттіліктерін қанағаттандыратын өте жақсы тармақталған энергия жүйесі бар. Энергетика экономикалық өсу мен әлеуметтік дамудың маңызды элементі болып табылады. Одан арғы жерде де оның маңызы арта түсетін болады. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы, 2009 жылы жаңартылатын энергия көздерін қолдау тетігін айқындаған, жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы заң қабылданды. Нәтижесінде 2020 жылдың соңына қарай жаңартылатын энергия көздерінің үлесі өндірістің жалпы көлемінен шамамен 3%-ды құрайды. 2030 жылға қарай 10%-ға дейін жетеді. Ал 2050 жылға қарай мемлекет баламалы энергия көздерін ескере отырып, көрсеткіштерді 50%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Орта мерзімді келешекте экономиканың өсуі барған сайын жасыл бола бастауға тиіс. Сондықтан қазірдің өзінде терең декарбонизация үшін негіз қалау керек. Үкіметке ғылыми қоғамдастықпен және жекеменшік сектормен ынтымақтаса отырып, жасыл өсім жөнінде ұсыныстар топтамасын әзірлеуді тапсырамын. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Энергетика саласындағы соңғы жылдардағы басты тренд Smart Grid тұжырымдамасы болып табылады. Түпкі ой бойынша, ақылды желілер біртұтас электр энергетикалық жүйенің процестерін автоматты басқаруды қамтамасыз ететін болады. Біз деректерді жинау мен бақылаудың SCADA жүйесі, коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелері, фазаны бұратын технологиялар, тұйықтағыш реакторларды басқару технологиялары және тағы басқа секілді технологияларды пайдаланамыз. Қазір Қазақстан Республикасының режимдерін басқаруды автоматтандыруды деп аталатын жоба аяқталу сатысында тұр. Ол өзіне
орталықтандырылған религе қарсы автоматика жүйесі, қысқартқанда ораш деп аталатын ірі құрамдауышты қосады. Жиілік пен қуатты реттеуді автоматтандыру және VAMS-VAX жүйелерін пайдалана отырып, синхрофазалық технологиялардың негізіндегі жүйе. Олар жалпы алғанда энергожүйенің бақылауын, басқарылуын, сондай-ақ оның өміршеңдігін арттыруға арналған. Біздің отанымыздың кең байтақ кеңістігінде электрмен және жылумен жабдықтаудың қолжетімділігі мен сенімділігі бұл өзінің ойланып істелгендігі бойынша уақытынан озған мемлекеттік гойлыру жоспарының қағидаттарының негізінде. Бірегей ұлттық электр энергетикалық жүйені құрған энергетиктердің бірнеше ұрпақтарының күнделікті қажырлы еңбегінің нәтижесі. Сонымен қатар, қазіргі заманғы әлем энергетиктердің алдына жаңартылатын энергия көздерін дамыту, ең озық қолжетімді технологияларды енгізу, энергетика мен тұтастай экономиканы цифрландыру және декарбонизациялау мәселелерін де қойып отыр. Әрі бүгінгі таңда энергетиктердің қазіргі және болашақ ұрпақтары бұл міндетті орындап шыға алады деп ұйғаруға барлық негіз бар.